Печенье оннан жасалған кондитер өнімі. Печенье өндіру үшін жоғары бірінші және екінші сортты ұн. Міндетті түрде май мен қант қолданылады. Пішіні тік төртбұрышты, домалақ немесе фигуралы болуы мүмкін. Негізі құрбылар арасындағы әңгімені одан әрі өрбітуге осы біз айтып отырған печенье мен шай таптырмайтын ас секілді. Печеньені үлкен де, кіші де жақсы көреді. Дастарханның сәнін келтіретін тағам. Печеньенің түрлері де көп. Қантты печенье, созылмалы печенье, май қоспалы печенье, үгілмелі печенье, бұлғанған печенье, бадам жаңғақты печенье, крекер. Айта берсек көп, тіпті жегін келіп. Бәрі сүйіп жейтін печеньенің пайдасымен қатар зияны да бар екен, ұмытпайық. Бүгін біз тұзды печеньені таңдағанда неге назар аудару керектігін айтамыз. Технолог маманның кеңесін тыңдайық. Қайырлы таң. Бүгін сіздерге дүкенге барғанда крекер печеньясын таңдауда қандай жайттарға мән беру керек екені туралы айтылады. Яғни крекер печеньясы бұл кондитерлі өнім болып табылады. Ол печеньенің шығу тарихы туралы айтатын болсақ, ол бізге Англия елінен келген. Енді сіздерге дүкенге барған кезде ең бірінші өнімнің қаптамасына мән беру керек екенін аңғару керек. Яғни өнім қаптамасы тегіс болу керек. Ал енді крекер печеньесінің құрамына келетін болсақ, бұл крекер печеньесі өзі екіге бөлінеді, яғни тұзды және тұзды емес болды. Көп адамдар оны диеталық өнім деп шатастырғанмен, бұның құрамында май өте жоғары мөлшерде қосылады. Сондықтан сатып аларда оның майдың мөлшеріне және калориясына мән берген жөн. Бұл крекер әртүрлі дәмдеуіштермен болады. Бұл крекер печеньесін өте қатпарлы болу керек. Бетінде көбіршіктері болған дұрыс. Бұл оның өзінің органолептикалық тән қасиеті болып саналады. Балаларға 3-5 жастан асқан балалардан бастап қана жеуге рұқсат етіледі. Артық салмақтағы адамдарға бұны көп мөлшерде қолдануға кеңес бермейміз. Жалпы бұның сақтау мерзімі 1 жылға дейін сақтауға болады. Егер таразыда өлшеніп сатылатын крекерді алған жағдайда, оның сақтау мерзімі аз болады. Сіздерге осы жоғарыда айтылған мәліметтерге сүйене отырып, сапалы және пайдалы өнімді алуға ұсынамыз.